Мамандар тарапынан балаларды ұру, мамандар соншама агрессивный болып кетті деп. Көбінесе аналардың қателігі болашақты уайымдау және өткенге өкіну. Бізде көбінесе шартты махаббат. Сен мынаны жасасаң ғана мен сені жақсы көремін. Она чувствует себя лишней там, да? Поэтому родители ругают ее дейді. Негізі мамалардың интуициясы алдамайды. Бұл жерде атасы кінәлі, үйдегі енем кінәлі, немесе вакцина кінәлі, прививка кінәлі. Сол кезде ішінен ойлайсың, әттең осы бала жұмыс жасап сол нәрсені түзетуге болар еді ғой деп. Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Бүгін біздер аналарға және мамандарға арналған пайдалы эфир жүргізбекшіміз, және бұл эфирдің подкасттың жүргізушісі мен логопед-дефектолог Гүлсара Ниязқызы. Және бүгін біздің ерекше қонағымыз бар. Бұл қонағымыз өзімде асыға күткен кәсіби мамандардың бірі Мөлдір Тоғжанова, балалар психологы. Мөлдір Тоғжановаға бүгін біздер көптеген маңызды сұрақтарымызды қоятын боламыз. Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Гүлсара ханым, рахмет көп. Осылай сенім білдіріп эфирге шақырғандарыңызға, басқаларға пайдалы эфир болады деп үміттеймін. Әрине, біздің қазіргі таңда сізге қоятын сұрағымыз өте көп. Былай айтқан кезде сұрағымыз толып қалды. Бұл біздің аналардың, мамандардың көкейінде жүрген сұрақтардың бірі. Бүгінгі біздің тақырыбымызды жалпы ерекше балаларға және сонымен қоса белгілі бір психикалық бұзылысы бар немесе сөйлеу тілінде бұзылысы бар балаларға арналады. Егер сіздің үйіңізде дәл осындай балаларыңызда бұзылыстар кездесетін болса, подкастты міндетті түрде тыңдап жазып алыңыздар. Ал ендеше кеттік. Мөлдір ханым, ең алғашқы сұрағым, қазіргі таңда біздің орталығымызда, сөйлеу орталығында осындай белгілі бір бұзылысы бар балалар көп болып кетті. Ол әрине рас, аутизм, СДВГ, ЗПР немесе басқа да тілдік бұзылыстары бар, дизартрия деген секілді балалар көп болып кетті. Қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша бұл бұзылыстарға ата-ананың психологиясы негізі әсер етеді ме? Әрине әсер етеді. Жалпы бала тәрбиесі құрсақтан басталады деп айтып жатамыз. Мысалы, кейде баланы физикалық түрде біздің бойымызда бір инфекция болса, біздің бойымызда бір бактерия болса, жүкті кезімізде баланың кейбір органдары дамымай қалады, өкінішке орай. Дәл сол секілді біздің бойымызда стресс, кортизол гормоны өте жоғары болған кезде өкінішке орай бұл баланың психикасына да әсер етеді. Сондықтан бізде көбінесе материальны көзімізбен көріп тұрған нәрсеге көбірек сенеміз. Баланың мысалы бір қолы дамымай жатады, бір аяғы дамымай жатады, өкінішке орай. Бірақ кейде осы эмоциялық жағдайын, психикалық жағдайын көп ескере бермейміз баланың. Ананың құрсақта болған кездегі психологиялық жағдай өте маңызды. Басқа бір темекі шекпеуі бұл физикалық түрде мысалы, бірақ басқа біреуге балағат сөздер айтпауы, басқа біреуді қарғамауы, былай айтқанда, өзінің бойындағы агрессия, стресстің көп болуы бұл балаға әсер ететін дүние. Бірақ енді бала осындай болып дүниеге келді делік, ананың психологиялық жағдайы қиын болады. Себебі мен ешқашан мынандай баланы көрмедім. 3 жасында немесе 2 жасында өзінің жаңағы проблемасынан қайғырып отырған бала. Яғни бала ол нәрсені сезбейді, себебі болашақта мен мынандай боламын, болашақта мен дұрыс сөйлей алмай қаламын деген баланың қатты да уайымы болмайды бұл жаста. Бұл нәрсені қатты уайымдайтын ата-ана көбінесе. Сондықтан ең бірінші жасайтын нәрсе бұл кезде аналарға сырттан көмек сұрау. Бізде қалай, біз көбінесе ата-аналар басқалар мені күледі, келеке етеді, менің минусымды көріп қояды деп өзімізге жабылып қаламыз. Туған туыспен араласпай қою, немесе дос жаранмен араласпай қою, өзінің жаңағы сол баланың кемшілігін ешкімге көрсеткісі келмей, сол проблемамен жалғыз өзі қалып қойған кезде ананың психологиялық жағдайы нашарлай түседі. Сондықтан бұл жерде жасау керек нәрсе жақсы мамандардан көмек алу. Дұрыс адамдармен әңгіме айтып диалогқа кіре білу. Және осы нәрсені қалай бар солай қабылдай алу. Себебі қабылдау процесіне де уақыт керек. Кейбір аналар ол проблеманы
қабылдамай жатады, сондықтан мамандарға да жүгінбей жатады. Әне кетеді, міне кетеді, оның әкесі де сондай болған деген сияқты өкінішке орай біраз уақыт жоғалтып алады. Сондықтан мүмкіндігінше қаншалықты біз осы нәрсені қабылдасақ, соншалықты біздің бойымыздағы энергиямыз көтеріліп, балаға көмектесуге дайын боламыз. Қаншалықты біздің бойымызда қарсылық болса, бұл нәрсе неге менімен болды, осы бала неге осындай болып қалды деген сияқты қарсылық болған сайын біздің баламен қарым-қатынасымыз нашарлай түседі. Балаға мейірім махаббатымызды бере алмаймыз, және бұл процесс, емделу процесі ұзаққа созылып кетеді. Жақсы, рахмет. Жалпы негізі дұрыс айтасыз, себебі көп жағдайда бізде аналар келген кезде жүктілік кезеңінде жақсы өтті, керемет өтті, ешқандай стресс, еш нәрсе болған жоқ деп жатады. Сол кезде ата-ана ең бірінші кінәлі адамды іздеп кетеді. Яғни қабылдамаған кезде. Қабылдамау процесін осылай біздер маман есебінде қабылдаймыз, себебі ата-ана бұл жерде атасы кінәлі, үйдегі енем кінәлі, немесе вакцина кінәлі, прививка кінәлі деп әр нәрсені былай айтқан кезде кінәлап кетіп жатады. Ал енді бұндай жағдайда балаларды қабылдау барысында ата-анаға сіз қандай кеңес беретін едіңіз? Мысалы, белгілі бір терапияларды, соларды айта аласыз ба? Жалпы бұл жерде біз көбінесе, мысалы, мына жерде ана болса, мына жерде бала. Біз баланы өзімізге қарағанын қалап тұрамыз көбінесе. Мен мынандай әрекет жасадым, баламнан мынандай результат болу керек деп. Шын мәнінде бұл нәрсені қабылдаған кезде, дәл сол сәтте ана өмір сүрген кезде, соны қабылдау, баламен жұмыс жасау жеңіл болады. Көбінесе аналардың қателігі бұл болашақты уайымдау және өткенге өкіну. Осы процесстер ананың бойында болып жатқан кезде, баламен жұмыс жасау, сол сәтте балаға барлық энергияны беру өте қиынға соғады. Себебі болашақта қалай болады, бала емделе ма, емделмейді ма, біз дұрыс жасап жатырмыз ба, жасап жатқан жоқпыз ба деген нәрселер белгілі бір дәрежеде мен болашағымды білгім келеді деген сөз. Мен гарантия алғым келеді, қазіргі жасаған жұмысымның болашақта точно эффектісі болатынына мен гарантия алғым келеді. Ондай гарантия ешқашан болмайды. Және өткенді, жаңа айтып жатырсыз, кінәлау. Бұл процесте ананың бойында қаншалықты көп болса, соншалықты ана сол сәтте балаға беріле алмайды. Сол сәтте балаға барлық энергиясын бере алмайды. Медициналық фактор бұл басқа, логопедиялық фактор бұл басқа, бұл міндетті түрде жұмыс жасау керек процесстер. Бірақ оның ішінде ең маңыздысы ананың бойындағы мейірімнің және көңілдің тоқ болуы сол сәтте. Сондықтан ең бірінші жасау керек мәселе бұл өткенге өкінбей, болашақты әрдайым уайымдамай, сол сәтте өмір сүре білу. Баланы сол сәтте қабылдап, сол сәтте бір әрекеттер жасап, жаңағы сол процесстерден ләззат алып, сол сәттерге қуана білу. Дұрыс айтасыз, негізі бала ананың құрсағына ол жайдан жай бітпейді. Яғни былай айтқан кезде ол аманат есебінде, немесе бір тәңірдің сыйы деп айтсақ та болады, ол сый есебінде беріледі, осы әлемге, жарық дүниеге лайықты бала есебінде. Сол себепті біздің аналарымыз көп жағдайда балаларын біздер қабылда деп айтып жатамыз. Барлық бала бірдей болуға міндетті емес. Себебі кейбір балалар жай қабылдауы мүмкін, кейбір балалар тез қабылдауы мүмкін. Бізде ата-аналардың көп жіберетін, былай айтқан кезде қателігі, басқа балалармен салыстырып кетеді. Салыстырады, одан кейін мынада нәтиже болды, мынада неге болған жоқ, бізде болды, неге біз кінәліміз, неге мен кінәлімін, неге ол кінәлі деген сияқты сондай былай іздеп кетеді. Ал енді бұндай аналарға негізі бір болады ғой, хат жазу деген сияқты, болашаққа хат жазу, сондай бір негер болады ма, әдістер жасайтын үйден? Әрине, мысалы жеке бөлмеде отырып, сол сәтте, мысалы даже мен кейде аналарға айтамын,
напряжение дейміз ғой, иә, мынау біздің бұлшық еттеріміздің бүйтіп тырысып тұруы, біз әрдайым бір нәрсені уайымдап жүрген кезде, бір нәрсені қабылдамай ашуланып жүрген кезде бұлшық еттердің барлығы тырысып қалады. Байқап тұрсаңыз, мына жақ қабағымыз бүйтіп кетеді, иә. Бұның барлығы біздің ішіміздегі дүниеміздің рахат болмағандығынан біздің сыртқы физикамызға сол нәрсенің барлығы шығып тұрады. Расслабление дейміз, босаңсыту. Отырып бір сәт 5 минут денеміздің барлығын босатып, өзіміздің ішімізбен диалог жасасақ болады. Жалпы мынандай нәрсе бар, бала дүниеге келген кезде бала өзінің адам екенін бір нәрсе жасау арқылы дәлелдеуінің қажеті жоқ. Ол уже адам болып жаратылды. Біз жай ғана соны адам ретінде қабылдай білуіміз керек. Бірақ бізде көбінесе шартты махаббат болады. Шартты махаббат, сен мынаны жасасаң ғана мен сені жақсы көремін. Сен мынаны жасасаң ғана сен жақсы баласың деген сияқты. Осы шартты махаббатты алып тастап, дененің барлығын босатып, тағдырды қабылдау. Өзіңізбен диалог жасау. Бұны тым құрғанда күніне 5 минут жасасақ, немесе өзімізге балаңыздың жай ғана 5 жақсы қабілетін, 5 жаман қабілетін жазуға болады. Және сол жаман қабілеті деген нәрсемізді баланың минусы мен плюсы деп айтайық, былай айтқанда. Сол минустарына жеке-жеке тоқталу керек ана. Мынау не үшін минус? Сіздің шын мәнінде минус деп қабылдаған нәрсеңіз шын мәнінде минус болмауы мүмкін. Мысалы, балам ашуланшақ. Не үшін бала ашуланшақ? Себебі ол өзінің границасын қорғағысы келеді. Мүмкін сіз оны естімейтін шығарсыз. Бала ашуланбай барлық нәрсені қабылдай берсе де, біз ол баланы қабылдамаймыз. Ол кезде де сізге ол бала жақпайтын болып шығады. Маған көп ата-аналар келеді. Біреу ашушаң деп келеді, біреу мүлдем мінезін көрсетпейді деп келеді. Сондықтан ашушаң баланы да біз түсіне алуымыз керек. Не үшін бала ашушаң? Яғни сол минус деп ойлаған нәрселерімізді тізіп жазып, әр қайсысына жеке-жеке тоқтап, ал сол мінез болмаған кезде қалай болушы еді? Сол кезде сіз балаңызды қабылдар ма едіңіз? Ол кезде де сіз қабылдамас едіңіз. Сондықтан ол минустарды да плюске айналдыра білуіміз керек. Сол кезде біз баламызды жақсы қабылдаймыз. Бұл бір техника, кішкене ғана бір техника. Тек қана балаға байланысты емес, ата-аналар өзіне жасаса да болады. Себебі басқа адамдар біздің айнамыз деп көп айтып жатамыз. Сондықтан өзіміздің бойымызда, өзімізде қабылдамаған нәрселерді баламызда да қабылдамай жатамыз. Өзіміз үшін сыртқы қоғамнан қатты ұялсақ, баламыз үшін де қатты ұялатын боламыз. Сондықтан өзімізді қабылдаған сәтте баламызды қабылдау жеңіл болады бізге. Керемет. Күшті. Енді қазіргі таңда ата-аналар көбінесе енді мысалы осы жағдайға байланысты біздегі бір ситуацияны айтып берейін. Ата-аналарға мүмкін мотивация болуы мүмкін. Бізде осы мүмкін мамасы көріп отыруы да мүмкін. Бізде Раяна деген қыз бала келген болатын, аутистік спектр бұзылысы қойылды. Бірақ бұл жерде ең бірінші Раянаны алып шыққан күш бұл анасының күші. Себебі бұл жерде әкесі де қолдайды, баланы анасы да қолдайды. Анасы бізге қателеспесем Ақтау қаласынан алып келген болу керек. Одан кейін ол қыз бала бізде ол бұзылсын алынды. Ол бұзылысы алынғаннан кейін барып, оны біз кәдімгі қарапайым мектепке жібердік. Яғни ол оған дейін мүмкін емес дүние болды. Бірақ бұл жерде менің ең қатты таңғалған дүнием, анасына таңғалдым. Себебі анасы мен сенемін, мен білем, мен сезіп тұрмын. Негізі мамалардың интуициясы алдамайды. Мысалы бізге келген аналар көбінесе олар былай айтқан кезде сенімдері уже азайып, әлсіреп, былай айтқан кезде басын тауға, тасқа соғып келген аналар деп айтсақ та болады. Өйткені олар көп маманнан, көп специалисттен өтіп келген. Бірақ соңында келіп тірелген кезде бәрібір неге нәтиже шықпай жатыр деп сұрауым мүмкін. Неге нәтиже шықпайды? Себебі балаға бірінші орында ата-ананың сенімі қажет, қолдауы қажет. Яғни Раянаны бізге Ақтөбеге алып келді, кәдімгі өзі квартирасын жалдап, біз тұрып, сол жақта мысалы қарап отырсаңыз, сабақтан квартира қымбаттау деген сияқты. Бірақ сонда да анасы сеніп, алып келіп, жұмысын жасап, үйде не жасайсыздар десе, күнде маған міне суретін жібереді. Біздер сурет салып жатырмыз, біз күнімізді 7 күнге бөлдік, сіз айтқан сияқты. Былайынан жасадық,
бәрін жасап жатыр. Яғни қарап отырса бір волшебная палочка емес та, сиқырлы таяқша емес, жай ғана ана мен баланың арасындағы қарым қатынас баланы алып шықты десек те болады. Бұл мен сол кезде өте қатты таңғалғанмын, себебі біздер жай ғана бізге келуге кейін мүмкіндігі болмады да, инстаграммен жаңағы ватсаппен араласып отырдық та, біз айтып отырамыз осылай жасаңыз деген. Бірақ мен таңғалғаным, анасы кәдімгі максимально балаға кірісіп жұмысын жасап, кәдімгі баланы алып шықтым деген кезде мен өзім таңғалып қалдым да сол кезде. Қалай аз уақытта сіздер деген кезде менің басымда бір белгілі бір сондай бір сигнал пайда болды, и мен соны қабылдай алдым дейді. Мен балам қандай, солай бар қабылдадым, бірақ балама деген менің больше сенімім көп болды деп айтып жатады. Енді бұл жерде ата-аналарға енді психолог есебінде балалардың не сезінетіндігі жөнінде айтып өтсеңіз, себебі бізге кәсіби тұрғыдан көзқарас керек бұл айтқан кезде. Енді бағана айтқанымдай, баланың жас ерекшелігіне байланысты. Бұл егер үлкен бала болса, әрине өзінің дефектісі үшін бала комплекске кіреді. Яғни тісі болсын, бұл жалпы ата-ананың жауапкершілігі. Себебі 6 немесе 7 жасқа дейін бала мен мына жерім жөндеуім керек, мен мынаны бүйтуім керек деп айта алмайды. Біз көріп тұрмыз ба, мысалы менің үлкен баламның тістері қисық өсті, бірақ біз өте ашық бала, билегенді ұнатады, өлең айтқанды ұнатады. Енді біз болашақта егер бұл бала сахнада жүретін бала болса, елдің алдында жүретін бала болса, тісінен қиналатын болады, ұялатын болады деп брекет қойдырдық. То есть бұл нәрсені егер біз жасамасақ, бала ол нәрсені өзі жауапкершілігіне ала алмайды. Сондықтан бұл біздің жауапкершілігіміз. Кейде бір адамға қарайсың, өте әдемі, бірақ тісі барлық нәрсесін бұзып тұрады. Немесе р деген әріпті айта алмай тұрады. Сол кезде ішінен ойлайсың, әттең осы бала жұмыс жасап сол нәрсені түзетуге болар еді ғой деп ойлайтын сәттер болады. Әрине бұл кезде ата-ананың жауапкершілігіне байланысты. Ертерек әрекет етіп, қимылдап, дертсіз дауа жоқ дейді ғой. Барлық дауаның жаңағы керісінше дауасы жоқ, дерт жоқ дейді. Яғни дерт бар ма, демек оның шешімі де бар деген сөз, дауасы да бар деген сөз. Жай ғана әрекет жасап, ол нәрсені табу, уақытылы табу. Енді кейде болады, ата-аналар мысалы ақылы мектептерге баланы беріп, маманға тапсырып жатады. Мен сізге ақша төлеп жатырмын, сіз оны жаңағы жөндеп беріңіз маған. Күшті қылып шығарыңыз деп па? Күшті қылып шығарыңыз деп. Мен ақша төлеп жатырмын ғой, сіз толықтай жауаптысыз деп. Өкінішке олай бұл дұрыс емес. Себебі қанша жерден сіз ақылы жерлерге балаңызды тапсырсаңыз да 80% жауапкершілік ата-анада қала береді. Ата-ана 80% әрдайым балаға жауапты болып қалады. Себебі бұл сіздің балаңыз. Себебі бұл сіздің жаныңыз. Өскен кезде бұл баламен қалатын сізсіз. Сондықтан маманға тапсырған кезде де толықтай болды, мен табатын адамды таптым деп емес, міндетті түрде жұмысты ары қарай жалғастыру керек. Жауапкершілікті ысырып тастауға болмайды. Ысырып тастауға болмайды. Әрдайым жауапкершілік ата-анада қала береді. Сол нәрсені ұмытпауымыз керек. Я жаңа негізі күшті айттыңыз, шынымен де мысалы баланың тісінің өзі қисық болғанда өскен кезде бала шынымен де ойлауы мүмкін, осы кезде мама папам маған көмектескенде мен қазір осылай болатын едім деген сияқты. Жаңа р дыбысы жөнінде де айтып жатырсыз. Р дыбысы негізі дыбыс логопедиялық тұрғыдан келгенде ол 99 жасқа келсе де қойылады. Және дыбыс ол тұқым қуаламайды мүлдем. Дыбыстың бұзылуы негізі ол тілдің тонусына байланысты. Төмен болса оны қарау керек, одан кейін УЗИ-шкасын баланы тексеру керек, одан кейін тағы да бірнеше факторлар. Бірақ бірден айтайын, тісі жоқ адам р-ын айта алады. Көбінесе бізде тіске жауап тастайды, тісі шықпай жатыр әлі деген сияқты. Бірақ 5-7 жасқа толғанда р-ны 5-ке 6-ға толған кезде уже р-ны ала беру керек қолға. Себебі одан кейін негізі өзіңіз де естіп жүрсіз ғой, самый жестокий народ это дети деп айтып жатады. Яғни балалар неге сен айта алмайсың, ракета деп айтшы, былай айтшы деген сияқты. Мектепте бір, енді бұны біз буллинг деп атай алмаймыз, әрине олай айта алмаймыз, бірақ
балаларға қызық ол нәрсе. Бала ойламайды, ол балаға мен бір белгілі бір комплекс алып жатырмын или басқа нәрсе не істеп жатырмын деген сияқты. Ал енді осы ауыр бұзылыстарды айтпағанның өзінде де ересек жастағы балалар, кәмелет жасқа толған балалар деп айтайық, сол балалар белгілі бір дыбыстарды айта алмаса, олардың ішінде қандай процесстер болады? Олар не ойлайды мысалы? Жалпы бұл өмірдің сапасына әсер етеді ғой. Мысалы, егер медицина қазір соншалықты дамыған, қазір мамандар да көп, неше түрлі мамандар көп. Жасы 50-ге келіп спортпен айналысып, жаңағы 30 жасар еркек сияқты жүрген бір шалбар японец, білесіздер. То есть жұмыс арқылы, әрекет арқылы өте көп нәрсені жеңуге болады негізі. Жеңбеуге де болады. Жеңбеген кезде не болады? Өміріңіздің сапасы төмендейді. Яғни әйтеуір өлеміз ғой, ешнәрсе қылмайды дегенге салынуға да болады. Бірақ өміріңіздің сапасын көтеру үшін, жақсы өмір сүру үшін ол нәрсені жөндегеніміз дұрыс. Барлық нәрсе бізге бір емтихан ретінде беріледі. Біз қаншалықты сол нәрсемен күресіп, қаншалықты біз соның шешімін табамыз деген. Бізде кейде қазақылыққа салынып, ата-аналар қабылдамай жатады көп нәрсені. Онда тұрған не бар дейсің? Қалыпты дүние сияқты. Қалыпты дүние. Ой, айтып кетесің, өскен кезде айтып кетесің деген сияқты. Бірақ демек сол жерде біз әрекет етуіміз керек деген сөз. Үлкен балалар әрине комплекс болады. Басқа балаға қарап, туф, мен осыны айта алғаным да ғой. Мен мысалы бір журналист кісіні білемін. Ол кісі р әрпін айта алмайды. Әртүрлі телевидениелерде жұмыс жасаған, ақын, сөзге өте шебер мына кісі, бірақ р әрпін айта алмағандықтан эфирлерге шыға алмайды мысалы. Содан қанша опық жеген. Шыны керек ішінде дейді, ата-анама бір ренішім бар дейді. Неге менімен жұмыс жасамаған деген секілді. Сондықтан әрине ата-ананы кінәлауға болмайды бұл жерде. Ол адам өзіне жауапкершілік алғаннан кейін әрдайым жұмыс жасап, сіз айтып жатсыз ғой, 99 жасқа дейін жөндеуге болады деп. Демек, ешқашан кеш емес. Бірақ әрине ертерек жасаған кезде барлық нәрсе ерте болғаны баланың өмірінің сапасына әсер етеді. Іштей бала өзін жемейтін болады, қуыстанбайтын болады. Сол р әрпін айта алмағандықтан барлығы мен денемді тік ұстап, мойнымды тік ұстап, өзімді керемет бір журналист сезіне алмаймын дейді. Әрдайым ішімде бір қуыс тұрады дейді. Бәрі сол ырға қарап тұрған сияқты. Әрине, адамның ішінде не болса, тілі келмейтіндер деген бір сөзді естіді ме, ол өзінің адресіне қабылдап тұрады сол нәрсені. Біз денеміз толық болса, ол сізге мүлдем қатысы болмаса да, толық адамдар деген бір әңгіме болатса, ол бірден сол нәрсені қабылдап тұрады, өзінің адресіне қабылдап тұрады. Себебі сол нәрсе оның жанын жеп тұрады әрдайым. Менің осындай минусым бар, мен осы жерде кеммін деген секілді. Сондықтан жұмыс жасап, денені тік ұстап жүргенге не жетсін. Әрине, дұрыс айтасыз. Енді мысалы, бізде көп жағдайда диагностикаға балаларын алып келгеннен кейін ата-аналар былай айтып жатады, мен балам ДЦП, осы жерде енді біз айтамыз ғой, папасына бере тұрыңыз, папасы барып ұстай тұрсын, мен сізбен сөйлесіп аламын десем, жоқ, ол еш нәрсе түсінбейді, мен осы жерде осылай айта беріңіз деп. Бірақ мысалы ол ДЦП бала, ол жүрмегенмен, ол сөйлемегенмен, ол бала болып дүниеге келгеннен кейін ол бәрін түсінеді. Себебі оны біз қалай білеміз? Мысалы мен, ой, Аяжан, сен қандай әдемісің деп айтсақ күледі. Мысалы бір балада имитация бар. Оның өзі ол ата-ана үшін бір бүкіл, қалай айтсақ екен, керемет дүние ғой. Баланың қарапайым имитациясы болған, бұл өте керемет дүние. Бала еркелеткенді біледі, ол манипулировать етуді біледі, доминировать етуді біледі, бала басқаруды біледі, жылауды біледі. Яғни инстинкт балада жақсы дамыған. Бұл дегеніміз бала түсінеді деген сөз. Кез келген ауыр диагноздағы бала болсын, бәрібір ол өзінің адресіне айтылған сөздерді түсінеді. Әрине, «Затаенная боль» деген кітап бар. Каролина, авторын ұмытып қалдым қазір. Бір әйел жазған. Бұл әйел жаңа туған балалармен роддомда жұмыс жасайды. Роддомда тастанды балалармен жұмыс жасайды. Жаңа туылған балаларды әке шешесі тастап кеткен балалардың
зерттейді солардың психологиясын. Сол кісі керемет кітап жазған. 2 медсестра дейді бір-бірімен сөйлесіп тұрып, жаңағы бала қасында жатыр, жаңа туылған бала. Мына баланы әке шешесі тастап кетті деп сөйлеседі. Сөйтеді да белгілі бір уақыттан кейін сол күні кешке жақын баланың температурасының күрт көтерілгенін байқайды. 39-да 5, 40-қа дейін баланың температурасы көтеріледі. Неге деп соның барлығын зерттейді жаңағы кісі. Бала туғаннан бастап айтылып жатқан әңгіменің барлығын қабылдап жатады. Барлық нәрсені түсініп жатады. Біз кейде орысша айтқанда недооцениваем дейміз ғой, бағаламаймыз. Баланың потенциалын бағаламаймыз өкінішке орай. Бізде 2 жасқа дейін не түсінеді дейсің? Мысалы кейде маған ата-аналар жазып жатады. Мен 3 жасқа дейін, мен 4 жасқа дейін баламды дейді ұрдым, соқтым, балағаттадым, есімде қалмайтын шығар я дейді. Я, баланың есінде қалмайды. Мысалы сіз қазір өзіңіз ойлап қарасаңыз, есіңізде қалмаған мамаңыздың ұрғаны, соққаны, бірақ мамаңызға қарсы бір суықтық бар сізде. Сезімдер ешқашан алдамайды. Сезімдер ешқашан әмір жүрмейді сезімдерге. Біз сол нәрсеге акцент қоюымыз керек. Мысалы, сіз маған жалынып, мені жақсы көрші деп жақсы көргізе аласыз ба мені? Бұл мүмкін емес. Мен ішімде ол нәрсені қаласам ғана сіз жақсы көре аламын. Дәл сол секілді, я, сіз ұрсуыңызға болады, ұруыңызға болады, дұрыс емес, ой, ол дым түсінбейді, ол мақау әлі деген сияқты қарым-қатынаста болуыңызға болады. Бірақ бала есінде қалмауы мүмкін, бірақ оның ішінде сізге деген сенім ұяламауы мүмкін. Оның ішінде сізге деген мейірім махаббат оянбауы мүмкін. Ол мейірім махаббат сізге оянбаса, өзіне де оянбайды. Самооценкасы төмен болады демек, өзін бағаламайды демек, басқа адамдарға, жалпы өмірге де баланың бағалауы, сенімі мүлдем болмайды деген сөз. Басқа адамдарды да бағалай алмайды деген сөз. Сондықтан есте қалып қалмау емес мәселе, баланың ішіндегі сезімдерінің қалай дамып жатырғаны маңызды бұл сәтте. Сол кітапты алып оқуларына кеңес беремін ата-аналардың. Бұл кезде біз адамзатты толығымен бағалап үйренеміз. Күшті. Құрметті ата-аналар, алыңыздар. Мен де аламын бұйырса. Енді негізі бізге былай айтқан кезде тұтықпасы бар балалар да келеді. Сіздерге де барады деп ойлаймын. Себебі тұтықпа ол тікелей психологиялық бұзылыс. Былай айтқан кезде одан кейін біздің жұмысымыз спазм, судороглармен жұмыс жасау ары қарай. Бірақ осындай балалар келген кезде көп ата-аналар түсінбей жатады. Біз айтамыз, баланың бұзылысы жөнінде оның көзінше айтудың қажеті жоқ. Ол белгілі бір тұтығуы мүмкін, бірақ ол кәдімгі қалыпты адам. Оның көзінше айтып, оны мектепке барған кезде айтып, немесе қазір менімен обсуждать етіп, шай ішіп отырған кезде. Мысалы, бізде ата-аналарға айтамыз, қазір сіз сабақтан шықтыңыздар диагностикадан, машинада кетіп бара жатырған кезде, немесе үйге барып шай ішіп отырған кезде, бүгін біз логопедке барып едік, бізге былай деп айтты, бізге солай деп айтты деп отырып, баланың көзінше айтудың қажеті жоқ деп. Неге? Себебі логопедтер, біздер негізі қатты айтамыз, сіздерде судорога бар, жоқ, ол қандай түрі емес, тіптен невроз кездесіп жатады кейбір балаларда, сол бар ма жоқ па, оның бәрі балаға өте қатты әсер етеді. Оны былай айтқан кезде бала, көп ата-ана былай айтады, менің балам көп жағдайда ол ашық дейді. Ол тұтыққаны оған маңызды емес, ол деген тұтықса да солай ары қарай айта береді деп жатады. Бірақ бұл жерде ескеретін жай бар. Бала ашуланғанда өте қатты ашуланады дейді. Яғни өзін контролировать басқара алмай қалады дейді. Бұл дегеніміз не? Баладағы бойындағы агрессия комплексінің бәрі соған қарай бағытталып кеткенді. Былай айтқан кезде мүмкін баланың ортасы жақсы болуы мүмкін, айтпайды, мән бермейді деген сияқты. Бірақ бұл жерде бірінші орында баланың ішкі жан күйі, былай айтқан кезде. Дұрыс айтасыз. Керемет нәрсе айттыңыз негізі. Жалпы мен ата-аналарға айтамын, мынандай техника бар. Егер балаңызға бір нәрсені тыңдатқыңыз келсе, тікелей айтудың қажеті жоқ. Мысалы, тиктокта отыру зиян. Мысалы, көп отыру зиян. Сіз оны балаға тікелей айтқан кезде, қызым, тиктокта көп отырма, ол мынандай, ол сондай, көзің ауырады, басың істемей қалады деген сияқты нәрселерді айтқан кезде, баланың бойында қарсылық пайда болады.
жалпы барлық адамның бойында сондай. Біз тікелей балаға, адамға осындай кеңестер айтқан кезде, демек мен жақсы адам емеспін, демек мен бір жерім кем, демек ата-анам мені жақсы көрмейді деген нәрселер қалыптасады баланың бойында. Ешқандай адам ондай кеңестерді ұнатпайды. Себебі біз былай айтқанда енді адамға құл болу үшін жаратылмадық. Бізге приказ берген кезде, бізге мынаны сен бүйтесің, мынаны сөйтесің деген кезде адамның ішінен қарсылық оянып отырады. Мен неге бүйтуім керек? Мен адаммын ғой, мен бүйткім келмейді мысалы, мен былай істегім келеді деген секілді. Сондықтан ең керемет методика бұл жолдасыңызбен кешке жақын отырған кезде сол тиктоктың зиянын жолдасыңызбен талқылау. Жаным қараш, өткенде хабарлардан мынандай нәрсе естідім. Представляешь, өткенде бір кішкентай қыз осы тиктоктан біреумен танысып, осындай жаман нәрсеге ұшырапты. Зияны көбейіп жатыр. Байқап қарасаңыз, анандай жерде балаңыз ойнап отырса, екі құлағын бүйтіп тосып, сіз тыңдап тұрғанын байқайсыз. Бұл жаңағы тексерілген бір метод. Шынымен сол сіздің әңгімеңізді бала жанама түрде бойына құйып отырады. Егер дейді балаңызды бір нәрсеге бағыттағыңыз келсе, үйде сол нәрсені жолдасыңызбен көбірек талқылаңыз дейді. Мысалы, мына жерде енді кішкене тереңірек кетіп жатырмын, дегенмен айта кетейін, өте пайдалы болады деп ойлаймын. Біз кейде балаларға құндылықты қалай береміз деп ойлаймыз ғой. Мысалы, балам бүйту керек, сөйту керек деп құндылықты бермейміз біз балаға. Құндылық баланың бойында күн сайын, минут сайын, секунд сайын үйде біздің не нәрсеге қуанып, не нәрсеге қапа болғанымыздан бала бойына құндылықты сіңіріп отырады. Яғни жолдасыңызбен ақша үшін сіз өте көп конфликтке келетін болсаңыз, демек ақша бала үшін өте құнды нәрсе болады. Егер сіз адамгершілік қасиеттерді бірінші орынға қойып, жолдасыңызбен сол нәрсені көбірек талқылайтын болсаңыз, бала үшін адамгершілік қасиет бірінші орында болады. Яғни бұл сіздің араңыздағы қарым-қатынасыңыз баланың үшінші тәрбиешісі. Сондықтан міндетті түрде әсер етеді. Жаңағы сіздің айтып жатырғаныңыз деп айтпаңызшы деп маған постоянно не жасайды. Иә. Сіздің айтып жатқан мәселеңіз сол, яғни баланың минустарын, баланың іс-әрекетін, жалпы сіздің бойыңызда баланың болашағына деген үміт қаншалықты көп. Сол нәрсе балаға қатты әсер етеді. Енді 4 балаңыз болса, кейде ата-аналар ішіндегі бір баласынан қатты үміттеніп отырады. Көзі жанып соны айтқан кезде ол мынандай деп, ал бір арасындағы бұзықтау, сабақ дұрыс оқымайтын бала жайлы айтқан кезде, енді адам болсын әйтеуір деген сияқты, көзі жанбайды, қатты үміттенбейді ол баласынан. Бала бұл нәрсені ментально қатты сезеді. Сондықтан өте маңызды ата-аналардың ішіндегі үмітінің, сол жайлы айтқан кезде көзінің жанып тұруы, сол баламен қарым-қатынас құрған кезде ол барлығын түсінеді деп дұрыс баға бере білген кезде бала сол нәрсеге ұмтылады, баланың ішінде үміт оты оянады. Дұрыс айтасыз. Негізі бізге енді шыны керек ерекше балалар көп келеді, қарапайым балаларға қарағанда. Бұл ерекше балаларды көбінесе ата-аналар бағалаған кезде, сіз қалай бағалайсыз деп сұраған кезде олар айтып жатады. Енді біздер былай айтқан кезде бұл нәрсеге кішкене қарама-қайшы нәрсе айтайын. Өйткені мысалы ата-ана баланың бастапқы минустарын кейде көрмейді. Мысалы умственная отсталость дейді, яғни зердесі бұзылған бала келген кезде ата-анаға біз түсіндіріп жатамыз, сіздер қазір осы кезеңдер бойынша жұмыс жасау керексіздер, осылай жасау керексіздер десе, жоқ, ата-ана келгендегі бастапқы запросы былай айтқан кезде біз мектепке бару керекпіз. Осы жөнінде сізден сұрайын деп едім. Кейде балалардан шамадан тыс нәрсені талап ету деген нәрсе дұрыс па? Мысалы, біз айтып жатырмыз, сіздер қазір дәл осы деңгеймен бірінші біз сіздерді надомник үй жағдайында оқитын бала болып қалмайтындай етіп жаңа деңгейге шығарайық, содан кейін барып біз сіздерді түзету мектебіне баратындай етіп дайындаймыз. Содан кейін ғана барып біз сіздерді мүмкін инклюзивті сыныптарға дайындаймыз, одан кейін ғана жалпы мектептерге дайындаймыз. Ата-ана үзілді кесілді жоқ деп отырады. Негізі білесіз бе, баланың
жай ғана бала дейік, иә, ол міндетті түрде оның бір жаңағы бұзылысы бар бала болмауы мүмкін. Жай қарапайым баланың өзінен сондай бір керемет нәтижені күткен кезде баланың оқуға мүлде мотивациясы қашып жатады. Себебі кейбір балалар тіпті маған айтып жатады, мен ол нәрсені жасай алмаймын дейді. Мамамның талап еткен нәрсесін мен жасай алмаймын дейді. Яғни ата ананың амбициясы өте жоғары, бірақ баланы жаңағы саналы түрде бағаландыра алмаған кезде өкінішке орай бұл керісінше әсерін береді балаға. Сондықтан біз сырттан оценка алмауымыз керек. Сырттан бір баға, біреумен салыстырып қойылатын баға бұл көбінесе. Біз баланың іс әрекетіне қарап талпындыруымыз керек. Мысалы, мен айтып жатамын, ата-аналар сұрап жатады, мейірімнің шегі қандай? Қайта-қайта барып баланы сүйген дұрыс па? Дұрыс емес. Себебі сіз баланы тыңдай білуіңіз керек. Бала келіп, еркелеп, анашым мен мына жерім ауырып тұр, мен бүйтіп тұрмын деген кезде, бұл бала сізден мейірім талап етіп тұр деген сөз. Сол кезде берген мейірім бұл орынды мейірім болады. Яғни сіз баланы тыңдай алып тұрсыз. Ал бет алды қайта-қайта барып сүйіп, керек болса да керек болмаса да берген мейірім бұл шамадан тыс берілген мейірім болады. Дәл сол секілді біз баланың әрекеттерін дұрыс бағалай білуіміз керек. Баланың жасап жатқан, қойып жатқан сұрақтары, жасап жатқан іс әрекетіне қарай балаға бағыт бағдар бере алуымыз керек. Сол кезде ғана біз баламен бір толқында боламыз. Сол кезде біз баланы шамадан тыс бір нәрсе талап етпейміз баладан. Мысалы, біздерге келген ата-аналарға біз былай айтып жатамыз. Біз сіздермен жұмысты бастаймыз, бірге жасаймыз. Бірақ біздер бастапқы 3 айға ғана жоспар құрамыз. Бастапқы 3 айға. Осы 3 айдың ішінде біздер балалардағы мына бағыттағы жестін, указательный жест дейміз, соларды шығарамыз. Сосын осылай шығарамыз деп, яғни ата-анаға нақты жоспар береміз. Себебі ата-ана, біріншіден ата-ананың басты, былай айтқан кезде өзіне не керегін білмейді көп ата-аналар. Неге? Себебі олар жаңағыдай ауыр бұзылыстағы балаларды алып келеді, бізге мектеп керек деп келеді. Біздер ол ата-анаға түсіндіріп жатырмыз, сіздерге қазір мектеп керек емес. Сіздер 8-де болсаңыздар да мектеп керек емес сіздерге. Сіздер қазір мектепке барасыздар да тағы да удар алып қайтасыздар. Былай айтқан кезде. Одан да қазір біз сіздермен бастапқы осы 3 айда өзіміз жоспар құрайық. Сол бойынша сізбен біз команда болып жүрейік деп айтып жатамыз көп жағдайларда. Себебі біз Құдай емес, біз біріншіден ата-анаға мен сені мектепке жіберем балаңды деп айтады. Ондай жағдайлар көп, ондай балалар нәтижелер көп. Бірақ әр бала әртүрлі. Сол нәрсені ата-ана түсіну керек деп ойлаймын, себебі осы нәрсені сіздің аузыңыздан естісе дейміз, себебі біздер айтып жатырғандықтан бізді әрине логопед, маман есебінде қабылдау мүмкін, бірақ біз таза бала психологиясына былай зерттеп кетпегендіктен ата-ана бізге ол бір жай айтылған сөз секілді қарайды. Былай айтқан кезде. Өзіңізге қатты көп талап қойған кезде, өзіңіздің уайымдарыңыз көп болған кезде, біз баланы естіп тыңдай алмаймыз. Бұл өте өкінішті жағдай. Көбінесе ата-аналарды байқаймыз. Мысалы, бір кісі келді маған айтады, мен баламды домбыраға бергім келеді дейді. Баланың мүлдем домбыраға ұмтылысы да жоқ, ынтасы да жоқ, мүлдем жоқ. Мен айтамын, неге бергіңіз келеді? Күшті ғой, бала бүйтіп домбыра тартып отырса дейді. Ол сізге күшті болып тұр, бірақ балаңыз қаншалықты оған икемі бар, бала қаншалықты ол нәрсені қалап тұр. Яғни біз өзімізге ориентированно дейміз ғой, өзімізді көп ой, көп план, көп мақсат, жоспар болған кезде біз мүлдем баламызды қабылдап тыңдай алмаймыз. Осы кезде өкінішті жағдайлар болып жатады. Мектепке тіпті біз мысалы қазір бастауыш мектебіміз бар. 1 жыл жұмыс жасадық, мектепке дайын емес балалар келеді. Ерте берілген балалар келеді мектепке. Тіпті 6 жасқа толып тұрса да, тіпті 7 жасқа толып тұрса да, кейде баланың дамуы мектепке дайын болмай жатады. Сол кезде өкінішке орай бала қатты қысылады. Өзіне деген сенімділігі түседі мектепке барған кезде. Себебі қаласа да қаламаса да ол жердегі балалармен бір толқында жүре алмай жатырғанын байқайды бала өзі. Осы нәрсе балаға кері әсерін тигізеді.
Сондықтан кейде ата-аналардың амбициясы өкінішке орай баланың психикасына кері әсерін тигізіп жатады. Сондықтан мүмкіндігінше баланың қабілетін ескеріп бергеніміз дұрыс. Мен көбінесе айтам, моторикасы дамыған ба баланың, қаншалықты бала жай ғана кейде дәретін сындырғаннан кейін өзін өзі мүлдем тазалай алмайтын балалар мектепке келеді. Ол бала қалай мектепке дайын деп айта аламыз? Өз-өзіне қызмет ете алмайды. Өз-өзінің қызметін өзі атқара алмайтын балалар болады. Мысалы, сумкаңның ішінен карандашыңды шығар деген кезде, бала жай ғана сумкасының ішінен карандашын таба алмай жатады. Бұның өзі бір дағды, қалыптаспаған дағды бұның өзі. Бұл баланы мектепке дайын деп айта алмаймыз. Қарапайым нәрселер. Бірақ дегенмен ата-ана бұны ескеру керек. Тап кеше ғана, дәл кешегі уақытта менде бір ситуация болды. Мен өзімнің қабылдап жүрген ДЦП оқушым бар. Екеуміз сабақты бастайын деп жатыр едік. Маған айтады: апа, знаете, вы можете меня просто послушать? Сосын мен ойлап қалдым да, у нас сейчас занятие деп айтып жатырмын. Бізде қазір жаттығу ғой, енді қазақша орысша араластырып түсінетін бала. Сосын: нет, пожалуйста, бүгінгі күніңізді маған арнап мені тыңдаңызшы дейді. Сосын мен айттым: жарайды, тыңдаймын дедім. Қазір мен сіздерге просто примерно қосайын, қазір естілсе мына жерде. Былай дейді: она чувствует себя лишней там, да? Везде. Я в семье чувствую. Дальше что еще? Поэтому родители ругают ее дейді да. Мынадай бала, енді көрсетпей қойын. Осы бала маған былай дейді: Гүлшара Ниязовна, можете просто меня послушать сегодня дейді да. Мен өзім біртүрлі болып қалдым. Сосын жарайды, енді мен сені тыңдаймын десем, мен оны кімге айтатынын білмеймін, өйткені менің мамам оны тыңдамайды, менің папам тыңдамайды, менің мұғалімдерім тыңдамайды, но сіз мені жақсы тыңдайсыз дейді. Сосын мен сізге айтып берейін дейді, менің осындай өзіне ұқсайтын бір дос құрбым бар. Сол құрбым семьясында өзін артық сезінеді дейді. Она чувствует себя лишней дейді. Сосын где именно деп, қай жерде олай сезінеді десем, айтады: ол везде дейді. Ол маған айтады дейді келіп, там атын айтпай ақ қояйын, осындай: ты знаешь, я везде почему-то чувствую себя лишней. Почему это так? Спроси у своей апайки деп айтып жүріпті. Неге олай? Сол кезде мен не нәрсені байқадым. Бұл жерде ата-ана былай жасаған, иә. Мектепке бердім ба? Бердім. Мен саған логопедті бердім ба? Бердім. Мен саған ЛФК бердім ба? Бердім. Массаж дедім ба? Бердім. Енді сен менен не керек, не сұрайсың деген нәрсе. Сосын үйіне барған кезде де баладан өте көп нәрсе талап етеді. Мысалы, одан кейін ол өзі үйінде былай айтқан кезде 4 ағайынды екен, жаңа қыз бала. Қалғандары бәрі бірдей, бірақ мен неге олар сияқты бірдей емеспін деген нәрсені сезінем дейді. Мысалы, үй жинайтын кездің өзінде де, мысалы, мен төгіп алуым мүмкінмін, мен шашып алуым мүмкінмін, бірақ мен шашып алғанмен я же нормальная, да, деп жаңағы досынан сұрайды екен: я же нормальная, неге мен өзімді лишний сезінем деп. Соны апайынан сұрап келші деп жіберіпті. Сосын мен кеше айттым: ты знаешь, все мы люди разные деп. Біз адамдар әртүрліміз, біз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Мысалы, мен айтып жатырмын: сенің жасайтын нәрсеңді мен жасай алмаймын, менің жасайтын нәрсемді сен жасай алмайсың. Сен өзің бөлек адамсың, ол бөлек адам. Әрбіреуіміз әртүрлі ерекшеміз деп айтсам, да, мен айтып барам оған деп сөйтіп айтып отыр да. Былай келген кезде кейбір бала оны сөйлеп айта алады, кейбір бала айта алмайды. Сол себепті біз айтамыз: біз ата-анамен командамыз. Дұрыс. Біз командамыз. Біздер біреуге жау емес, біз біреудің толықтай жауапкершілігін алып алатын адам емес. Біз былай айтқан кезде біздер командамыз. Менің де мақсатым баланы түсіну, ата-ананың да мақсаты баланы түсіну, мектептегі мұғалімнің де мақсаты түсіну, автобусты жүргізіп жатырған адамның да мақсаты ол баланы түсіну. Бүкіл қоғамның барлығымыздың жауапкершілігіміз ол бір адамды
толықтай түсініп қабылдау. Яғни оған былай айтқан кезде мейірімділік таныту. Бірақ бұл жерде менің байқағаным мейірімділік танытылмайды қай уақытта, егер ата-ана балаға дәл солай қарайтын болса, қоғамда солай қарайды екен. Оны біреулер басып тастайтын болса, барлық адам баса береді екен. Оған ертең логопеді ұрсады, сен неге орындамай жатырсың? Егер ата-ана баланы қорғап, менің балам ондай емес, мен баламмен бірге жұмыс жасап жатырмыз, ол тырысып жатыр, ол жасап жатыр десе, оған ешқандай маман ұрса алмайды. Негізі былай келген центр. Мен соны кеше өзім таң қалып қалдым да, маған айтты: вы можете просто 40 минут меня послушать деп айтып жатыр да. Мен өзім айттым, жарайды дедім, мен бәрін қазір қоямын, давай мен сені тыңдайын деп. Соны маған айтып беріп жатыр, енді өзі қиналып, тілдік гиперкинез былай қиналып айтып жатыр да. Мен айтып жатырмын, вот как классно ты рассказываешь деп. Сөйтіп тыңдап отырмын да, сонда айтады: ой, мен өзімді күшті сезініп қалдым ғой дейді. Мені ешкім тыңдамайды дейді. Мен айтып жатсам, мен сөзімді бөле береді, мен тыңдағысы келмейді, то асығыс болады. Мен осылай 40 минут мен жаңа құрбыма қатты жаным ашиды, и соны тыңдайтын адам болса ғой деп ойлайтын едім дейді. Вот мен оны өзім таң қалып видеоға түсіріп алғанмын ғой осылай. Вот көрдіңіз бе, қалай балалар былай айтқан кезде әр бала ол шынымен де бір чудо деп айтсақ та болады. Өйткені біз ойлаймыз ғой, ДЦП балалар, олар көп нәрсеге қабілетсіз, олар тіптен ЗПР деп жатады. А ЗПР балалар қалай ойлайды? Олар өте керемет ойлайды. Алма мен апельсин салыстыра алмаймыз ғой. Екеуінің витамині басқа, пішіні басқа, әрине, дәмі басқа. Дәл сол секілді балаларда әртүрлі. Ешкімді ешкіммен салыстыра алмаймыз. Мысалы, қазір мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Қалай ойлайсыз, не себепті қазіргі таңда мамандар тарапынан балаларды ұру, енді Құдай сақтасын, мен өзім кейде ойланамын да, біз неге мамандар соншама агрессивный болып кетті деп. Былай қарап отырсаңыз, мысалы, бала кейде сабақта үлкен дәретін білдіріп қою мүмкін деген сияқты, бірақ оны біз оған ұрсып, оған ашуланғаннан ол оны ұстап отыра алмайды, ол былай айтқан кезде. Өйткені ол тактильное ощущение, денесі сезбейтін бала. Оған ашуланғаннан не табамыз деген сияқты. Осы жөнінде бір мамандардың психологиясы жөнінде айта аласыз ба? Негізі білесіз ба, мен кейде ойлаймын, барлық мамандарға бір базалық психологиялық білім керек деп ойлаймын. Бізде кейде элементарно әр баланың өзінің мінез ерекшелігі бар екен деген нәрсені қабылдай алмай жатады. Мысалы, жай ғана 4 мінезді айтайық, иә? Флегматик, сангвиник, меланхолик и холерик. 4 мінез баланың қабылдау реакциясы 4 түрлі. Мысалы, сіз 4 балаңызды тізіп қойыңыз да, 4-еуін бірге. Бірде айқайлаңызшы 4-еуіне. Біреу сіздің өзіңізге қарсы шығады, екіншісі 2 күн ренжіп жүреді, үшіншісі 5 минуттан кейін ұмытып кетеді, а төртіншісі өзінің философиясын айтып, ызыңдап отыруы мүмкін. То есть бұл не деген сөз? Бұл мінез әр балада әр түрлі деген сөз. Жас ерекшелігі де дәл сондай. 6 жаста бір нәрсені бала жасай алса, оны 7 жаста жасамауы мүмкін. 6 жаста бір балаға мысалы орнынан тұрып кетіп, бір қоғамда бір концерт болып отырған кезде айқайлау қалыпты болса, 8 жаста балада ол нәрсе қалыптасады. Қоғаммен бір сарында болу, бір толқында болу деген нәрсе қалыптасады. 8 жастар бала ол нәрсені жасамайды. Яғни бұл жерде психология жас ерекшелігіне байланысты қай әрекет норма, қай әрекет норма емес. Осы нәрсені, базалық бір нәрсені білсе, базалық білімге, жаңағы адамның табиғи мінезіне байланысты бір түсінігіміз болса, біз тым құрғанда басқаларды қабылдап үйренер едік. Бұл бір. Екіншісі, әрине, қорлық көрсеткен, қорлық көрген, қорлық көрсетеді дейді. Қиындық көрген, қиындық көрсетеді дейді. Яғни біз сол нәрсені біліп, бір сезім болады ғой, андай бір бос адам сияқтысың, айтып жатқан әңгімеңді ешкім тыңдағысы келмейтін сияқты, бір бос әңгіме айтып жүретін адам сияқтысың, сенің әңгімең, ойың ешкімге маңызды емес сияқты. Бұл не деген сөз? Адамды бағаламай өсірген деген сөз. Адам өз-өзін бағаламайды деген сөз. Осындай сезіммен өскен кезде біз басқалардың сезімдерін де бағалай алмаймыз.
бұл мүмкін емес. Яғни мамандар үшін кейбір адамдар үшін бәрі бір шаблонда болу керек. Дұрыс. Иә. Бір шаблон, бәрі тыныш отыру керек, ыңғайлы болу керек. Енді мен шыны керек қарапайым мектептерде деп айтайын, жасап көрген жоқпын. И менің өзім осы мамандығыма түскеннен айналамдағы балалардың барлығы ерекше балалар, былай айтқан кезде. Қалай мен осындай балалар бар, олар әртүрлі деген нәрсені қабылдап бастағаннан мен дәл осы ортаға топ ете түстім да, былай айтқан кезде ауыр бұзылыстарға. Ауыр немесе даже ауыр болмағанның өзінде де сөйлейтін бар, бірақ шепелявить етіп сөйлейді, былай айтқан кезде тілін төсеп сөйлейтін адамдар болады. Ондай адамдарды да біздер байқап естіп отырамыз, себебі мамандық болғасын. Бірақ менің түсінгенім, мен өзім шынын айтсам, қазіргі таңда қабылдайтын оқушыларым бұл сенсомоторлы алалия, яғни былай айтқан кезде түсінігі толық қалыптаспаған ЗПР балалар деген сияқты, СДВГ балалар жөнінде айтатын болсақ, ата-ана нервісі шыдамайды. Бала жүгіріп, мына шторын тартып, әрине біз ата-ананы түсінеміз, шторын тартады, ана жерге жүгіреді. Мысалы, алдын бізге келген ата-ана 2 баласы СДВГ. Мен айттым, Құдай сабыр берсін сізге деп. Себебі біз оны білеміз. Ол былай дейді, мен қазір оны жалғыз өзін, мен тіптен туалетке барып келе алмаймын дейді. Себебі мен туалетке алдын барып келгенде мына шторды түсіріп басына түсті дейді. Одан кейін ол терезеге мініп кетеді, ол анда мініп кетеді, ол мында мініп кетеді деп. Сол кезде мен бізге алып келген кезде менде қандай сезім болды. Көп мамандарда мындай сезім болады. Бұл бала мен нервыма тиді деген сезім болуы мүмкін. Көп мамандарда, енді бәрінде емес, мүмкін қарапайым педагогтарда болатын шығар. Бұл бала менің нервыма тиді, мен қалай да бұны басқа маманға жіберейін, немесе бұдан мен құтылайын, невропатологқа бар деген. Ол маған оңай. Әрине ол нәрсені жіберу маған өте оңай. Сізге анау керек, мынау керек, басқа керек, давайте до свидания деген сияқты шығарып тастай аламыз. Бірақ бұл жерде біздер маман есебінде қалай қараймыз? Біз былай қараймыз. Так, бұл бала, қазір бұл баланың зейіні, фокусы тек қана 5 секундқа ғана шыдайды екен. Это тоже хорошо, это уже классно. 5 секундқа шыдағанның өзі күшті. Одан кейін біз оны 10 секундқа көбейтеміз, одан біз оны 1 минутқа көбейтеміз, сосын оны 15 минутқа, біз оны 20 минутқа, сөйтіп 40 минутқа дейін уже көбейткен кезде бала мектепке дайын болып барады. Біз айтамыз, сіз неге, мысалы ата-аналар айтады, балам менімен жұмыс жасағысы келмейді. Мен айтамын, сіз, конечно, сізбен жұмыс жасағысы келмейді. Өйткені баланың былай айтқан кезде, ол қарапайым бала болсын, былай бала болсын, тек ата-ана күнде 5 минут жұмыс жасау керек. Себебі 15 минут ол өте қиын балаға. 40 минутқа бір класс шыдамайды. Бір класстың өзі басқалары сабақ айтып жатырған кезде олар шыдамай уже кеткісі келіп, қарны ашып, анаған, мынаған алаңдап отырады, былай айтқан кезде. Сол себепті ата-аналар немесе мамандар да түсіну керек. Кез келген баланы бірінші зерттеп қарау керек. Менің баламда қазіргі таңда ол қанша, оның қабілеті қандай? Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, қабілеттерін жақсы, плюс-минустарын жазыңдар деп. 5 минут, 5 секундқа зейінін тұрақтандыра алса, ол да қабілет. Себебі былай айтқан кезде көзін мүлдем тұрақтандырмайтын балалар бар. Мүлдем. Осылайынан әрқашан алдына қойған затты көріп тұрса да соған қарай алмайды бала. Жан жаққа жүгіріп, осы нәрсені көре алмай қиналады. Былай айтқан кезде плюстарын жаз деген нәрсені мен жаңа тағы да айтқым келіп отыр, және оны мамандар да жазса екен деймін. Бізде характеристика біз жазамыз. Былай айтқан кезде балаларға характеристика жазамыз, сол кезде бәрін жазу керек деп ойлаймын. Мысалы, бала тек қана 5 минутқа, біздің мақсатымыз қазір оны 10 минутқа жеткізу, оны 15-20 минутқа жеткізу, 40 минутқа жеткізу деген сияқты. Соңғы осы уақыттарда енді мамандар арасынан білмеймін, бірақ та балабақша тарапынан көп баланы ұру, қорлау, балағаттау, қалай айтсақ екен, кемсіту деген нәрселер көп болып кетті. Кейін мен ойладым, неге олай? Байқап отырсақ, ол жерде көбінесе балалар мына осы СДВГ, яғни синдром дефицита внимания и гиперактивности деп айтады. СДВГ балалар немесе керісінше СДВ балалар. Сол екі балалар көбінесе зардап шегіп жатады. Өйткені олардың жыбырлақ болғандығынан, олардың солай болғандығы. Мысалы, маман егер әр балаға индивидуально, бізде Асқар осындай уақытқа шыдайды, Омар осындай уақытқа шыдай алмайды, оны бірінші жатқызу керек, оны екінші. Яғни сондай балаларға бір
сыйластық болатын болса, мен ойлаймын біздің елімізде былай айтқан кезде жаны сау дейді ғой, жан саулығы жақсы қалыптасқан балалар дүниеге болар ма еді дұрыс деген айтасыз. сияқты. Негізі білесіз бе, басқа елдерде, дамыған елдерде бірінші сыныптың оқушысы гиперактивті болуы мүмкін. Шынымен 40 минутқа баланың шыдауы өте қиын. Егер сондай бала болса, ол баланы бір 5 минутқа класстан шығарып, бар ананы алып кел, ана жаққа барып кел, мына жаққа шығып 2 минут, 5 минут жаттығу жасап кел. Бұл бала барып өзінің энергиясын шығарып, қайтадан келеді. Негізі бұның өзі бір әр адамға бір сыйластық қой, сондай керемет қарым-қатынас. Осындай нәрсені тым құрғанда жасай алсақ, керемет болар еді негізі. Жақында мен мынадай нәрсені не істедім да, естідім өзім. И осы сөз маған қатты бір үлкен не қалдырды, әсер қалдырды, инсайт қалдырды десек те болады. Ол мынадай болды. Құдай адамға әртүрлі болып келеді дейді. Ол мысалы біреудің кейпінде келуі мүмкін, бір баланың кейпінде, баланың көзімен қарауы мүмкін, ананың көзімен қарауы мүмкін, басқаның көзімен. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз біздер әрбір адамға сыйластықпен қарау керекпіз. Кез келген адамға. Яғни ол адам бізге, біздің өмірімізге бостан босқа келген жоқ. Келген оқушының өзі де бізге бостан босқа келген жоқ. Ата-аналарға да солай. Мүмкін бұл ата-ананы шыңдау мақсатында, оған бір жаңа қабілет тарту мақсатында, білмеймін, енді бір өмірін басқа жаққа өзгерту мақсатында келуі мүмкін деген сияқты. Сол себепті мен ойлаймын, бірінші балаға сыйластық танытып, одан кейін барып баланы зерттеп, яғни ата-анада зерттейтін нәрсе көп. Ата-ана көбінесе өткен өмірін зерттеп кетеді. Ананың кінәсі болды, мынаның кінәсі болды. Бірақ басты нәрсе олар баланы зерттеуді ұмытып кетеді. Себебі келген кезде біз айтамыз, сіздің балаңыз не біледі десе. Енді ата әже біледі тек қана деп. Ал былай айттырсаң, кеше мысалы бізге келіп бала айтып жатыр, шипы деп айтып отыр да, мамасы отыр да, өзінің баласы білсек, вау деп отыр да. Мен өзім таңғалдым да сол кезде. Баланы басқа нәрсені зерттеу бәрін қоя тұрып, бірінші орында баланы зерттеу керек деп ойлаймын. Мен балам нені жақсы көреді, біз ата-аналар айтамыз, күнделік бастаңыздар. Нені жақсы көреді, нені жақсы көрмейді, мен балам қандай кезде ашуланады, маған не ұнамайды, маған не ұнайды. Бұл ерекше балаларға өте қатты әсер етеді, себебі аутистік спектр бұзылыстарымен келген балаларда стимингтер болады, стимдар. Былай айтқан кезде ол стимнің не себептен болып жатқан, ол кез келген уақытта былай айтқан кезде аяқ астынан болмайды. Ол тікелей баланың ішкі жан күйіне байланысты. Мысалы, бала мына ойыншықта бүйтіп қарау мүмкін, бүйтіп қарау мүмкін. Ол неге олай қарайды? Бірінші ол нәрсеге қарайтын болсаңыздар, бала онымен не істеу керектігін білмейді. Ол просто білмейді. Ол ойлайды, оны мен не істеймін, бұл қызық, оны жан-жақтан қарауым керек деген сияқты. Кез келген ойыншықпен оның ойнауысы, ол машинаны алып тек қана дөңгелегін айналдыра беру мүмкін 1 сағат бойы. Ол түсінбейді, ол машинамен жүру керек екендігін, оны гаражға кіргізу керек, онымен басқаша нәрсе. Сол үшін ата-ана көп жағдайда стимдар бала ашуланғанда болады, бір нәрсе сұрағанда болады, оған бір нәрсе ұнамайтын болған кезде. Мысалы, пространство, кеңістікті қабылдай алмайтын балалар бар. Оларды тар жерге алып келсе, оларда уже автоматты түрде агрессия басталады. Керісінше балалар бар. Кең жерге алып келсе, өзін ориентация ұстай алмай қалады. Мен қайдамын, мен үлкен жерге тап болдым, мен қайда тап болдым деген сияқты. Мен ойлаймын, ата-аналар бірінші орында маманмен таңдайын болу үшін баласын зерттеп келу керек деп ойлаймын. Әрине. Негізі. Ата-ана центр ғой, бағана сіз де айтып жатырсыз. Ата-ана баласын қабылдаса, баласымен дұрыс гармонияда болса, басқалар күш көрсетпейді екен деген секілді. Негізі үйде буллинг көретін балалар, мысалы үйде әке-шешесінен осындай қорлық көретін балалар сыртқа шыққан кезде бұл қарым-қатынас балаға бір норма ретінде қабылданады. Яғни менмен сондай қарым-қатынас жасауға болады деп қабылдайды ол нәрсені. Сөйтіп ол бала өзі сол әрекетке рұқсат беріп тұрады басқаларға да. Мысалы буллинг солай басталады. Бір бала жаман сөз айтып, бірінші агрессор ешқашан барып шап беріп балаға тиіспейді. Ол бірінші түртпектейді оны, түртеді, иығымен итеріп кетеді. Сол кезде сені қаншалықты оған жауап беріп бермейтінді олар сынап көреді бірінші. Сол кезде егер бала
өзін қорғай алған жағдайда, немесе ана балаға со мной так нельзя, менімен ондай әрекет жасауға мен рұқсат бермеймін деген баланың ішінде стержені болса, олар жаймен тайталады, яғни кішкене алыстайды ол нәрседен. Бірақ кейде біз баланы үйде сол әрекетке үйретіп қоямыз. Бала сыртқа шыққан кезде өзін қорғай алмай жатады. Сондықтан мүмкіндігінше үйде балаға дұрыс қарым-қатынас жасауымыз керек. Баланы үйде дұрыс зерттеуіміз керек. Жай ғана жақсы көретін нәрселерін айтып, бір бағытта болуымыз керек. Бала қандай мультфильмге қызығады, оның ішінде қандай персонаждарға қызығады. Мен кейде айтамын, мысалы бір мультфильм көріп отырған кезде бала әрдайым өзін бір рөлде қабылдап отырады. Мынау мен ғой, мынау маған айнымайды екен деген секілді. Фильм көрген кезде үлкен адам да сондай, мынау маған ұқсайды екен деп отырамыз, иә. Дәл сол секілді, егер бала мультфильм көріп отырған кезде өзін жаман адамның рөлінде елестетіп отырса, мынау маған ұқсайды екен, немесе болашақта мен осындай боламын деп отырса, бұл біз үшін бір сигнал. Яғни сіз балаңызбен қаншалықты дұрыс қарым-қатынаста болсаңыз, балаңызға уақытылы көмек беріп үлгересіз. Мысалы, сондай сәттерде, бұл неге былай жасады екен? Бұл неге бұл өзін отыру керек? Өзін неге басқа жақтан жаман рөлде қойып отыр екен деген сияқты, бұны қандай ата-ана байқай алады? Баласымен қарым-қатынас құратын ата-ана. Жай ғана мультфильм көргенде бар анаяққа мультфильм көр деп өзінің бір әлеміне кіріп кету емес, баламен бірге қарапайым мультфильм көрген кезде кейбір сәттерді талқыласаңыз, баланың ішіне түсе аласыз, баланың ішін сезіне аласыз. Сондықтан мүмкіндігінше баламен бір бағытта болу дегеніміз осы нәрсе. Баланы тану дегеніміз де осы нәрсе. Дұрыс айтасыз. Бізде жақында Ақтөбе қаласында жұмыс жасаған кезде мындай ата-ана келді. Мен баламда синдром Туретта деп келді. Өзі диагноз қойған? Жоқ, солай қойып берген. Солай синдром Туретта деп қойып берген. Яғни бала не істеп кете береді. Бірақ мен мамасына айттым да, давайте қазір синдром Туретта это невозможно. Ол қойылмайды оған. Мен онымен келіспеймін деп. Сосын неге келіспейсіз дейді. Өйткені онымен мен жұмыс жасап жүрген балам. Мен онымен жұмыс жасап жүрмін, мен оған синдром Туретта қоюға келіспеймін. Мен ол ата-анаға былай айттым. Сіз күнделік жүргізіңіз деп. Күнделік жүргізіңіз. Дәл осы симптом қай кезде болатынын байқаңыз деп. Ол мүмкін емес, синдром Туретта деген, мен онымен келіспеймін деп. Неге келіспейсіз? Мен деген анда барып келдім, Германияға барып келдім. Мен айттым, жоқ. Ол адам, сіз Америкаға барып келсеңіз де, ол адам ол баланы бір рет көреді. Ал ол күні баланың көңіл күйі бар ма? Ал сіз оны баланы қалай сипаттап беріңіз, мен білмеймін. Сіз ол ата-анаға ол күні мүмкін ол жолдан шаршаған шығар, мүмкін оның ол кезде қарны ашып тұрған шығар, мүмкін ол кезде ол онымен байланысқа түскісі келмеген шығар, ал мүмкін ол адам оған ұнамаған шығар. Мен білмеймін. Сол себепті 5 күнге тапсырма бердім. 5 күн күнделігіңізге дәл осы симптом қай кезде қайталанатынын жазып келіңіз. 5 күнге демалысқа жібердік. 5 күннен кейін келді. Таң қалып келді. Гүлсара, оказывается, менің балам деген мультик көргенде қуанғанда сөйтіп істейді екен деп. Яғни мультик көрген кезде бала эмоциясын солай білдіреді. И оны мен айттым, 5 күн бойы дәл сол ситуация қайталанған видеоға түсіріп отырыңыз. Синдром Туретта ол мүлдем бөлек нәрсе, оны адам бағындыра алмайды. Ол өздігінен ол эмоцияға байланысты да, эмоцияға байланысты болуы мүмкін, бірақ кей кезде эмоцияға байланысты да болмауы мүмкін. Бірақ синдром Туретта болатын болса, оны біздер бірден байқайтын едік. Ол біздің алдымызда, мен жұмыс жасаған кезде ондай ситуация болған жоқ. Сол себепті мен айттым, менің алдымда да ол неше түрлі эмоция испытывать етті. Эмоция басынан кешірді, бірақ соның өзінде де ондай жағдай болған жоқ, мен онымен келіспеймін деп. Сол кезде мамасы маған айтады, мен деген өзі таң қалып қалды, қалай мен оны Германияға апарып келдім ғой деген сияқты қалыпты. Мен айтамын, сіз Германияға апарып келіңіз, басқа планетаға апарып келіңіз, бәрібір бірінші орында сіз қорғай алмасаңыз, сіз жауап бере алмасаңыз, онда сіз бәрімен келісе бересіз. Қазір сізге келіп логопед айтады, сен балаң сөйлемей тұр дейді. Ертең дефектолог айтады, сен балаң сенсорный нарушение бар дейді. Кім бар тағы да? Психотерапевттар айтады, сен балаң психически больной деп айтуы мүмкін. Біреу айтуы мүмкін, сен балаң аутист деуі мүмкін. Біреу келіп айтуы мүмкін, жоқ, аутизм емес, ЗПР деуі мүмкін. А біреу айтады, жоқ, сен балаң умственно отсталый деуі мүмкін. Сонда ата-ана айтады,
мен ақымақ. Мен мысалы ата-анаға айттым да, сіз қазір 4 специалистке барыңызшы, 4 невропатологқа барыңыз. Сізге 4 түрлі диагноз қойып береді. Я вам это гарантирую. 4 логопедке барыңыз, 4 түрлі айтып береді сізге. Неге ата-ана айтады, мен не істеймін дейді. Мен айтамын, сіз не істейсіз? Сіз бұндай жағдайда бірінші тізгінді өзіңіздің қолыңызға аласыз. Біреуге беріп қоюға болмайды. Сіз өзіңіз аласыз. Мейлі аутизм десін, туретті десін, басқа десін, даун десін, бәрібір. Какая разница? Оны біз өзгерте алмаймыз. Оны қабылдау керек просто. Я солай. Бірақ немен жұмыс жасаймын деген сұрақты ата-ана маманға емес, бірінші өзіне қою керек. Мен балам нені біледі, нені білмейді. Қандай кезде ол қандай кезде жұмыс не істей алады. Тіптен ол маманға барғанда да бізге ата-ана қалай жасайды? Келеді кіргізеді кетіп қалады, болды. Біз түсіндіріп жатырмыз. Осылай десе ол түсінбейді. Ол ойлайды, маған қиын нәрсе деп. Ол мүмкін, мысалы, ол логопед өтірік жұмыс жасап отырған шығар. Мүмкін оған ақша керек шығар. Біз білмейміз ғой. Мысалы, көп жағдайда айтып жатады, ойбай, мен балама аваны да беріңіз, ананы да беріңіз. Мен айтамын, маған бәрібір, маған ақша керек болса, мен сізді бәріне жаза аламын. Қазір отырып. Но маған ақша керек емес. Маған қазір тек сіздің 2 специалисттен бір навыкты полностью балаға закрепить етіп шығарғаныңыз керек деп. Сол кезде неге мен осыны айтып жатырмын. Жалпы бұндай подкасттар жүргізудің де, бұның барлығында басты мақсаты біздер ата-аналардың бірінші орында тізгінді алып, өздері жауапкершілік алып, өздері балаларын білсе екен дейміз. Ол маманға барғанда айту керек, мен тонусын деген қарап жүрмін ғой баламның, ол жақсы. Ал если ол маманмен келіспесе айту керек, маған көрсетіп жібересіз ба соны деп. Неге сіз ондай шешім қабылдадыңыз деген сияқты сұрақ болу керек ата-анаға. Бұл болу үшін іште қандай сезімдер болу керек? Бағана айттық, дәл сол нәрсе. Сіз белгілі бір мақсат емес, балаңызға ориентир болу керек. Яғни өзіңіздің бір әлеміңізде бір қалаған нәрселеріңіз емес, әрине, балаңыздың іші болу керек, сіздің қоятын фокусыңыз, баланың әрекеті. Себебі мысалы былай болуы мүмкін. Егер сіздерге психологқа да алып барғаныңыз, мен балама психолог керек сияқты дейді, мен айтамын, жақсы, сіздің балаңызға психолог керек шығар, бірақ не үшін керек деп ойлайсыз деп айтса айтады, білмеймін, бәрі психологқа барып отыр ғой деп. Мен айтамын, қазір сіз кез келген психологқа барасыз да, кез келген психолог сізден айтады, ол сізді жібермейді. Өйткені олар, біз білмейміз, олар өзінің жұмысын өздерін ақтап алу мақсатында, ақша керек болмаса да ол мен білмесем де білемін деп отыруы мүмкін. Мен білемін деп отыруы мүмкін. Сосын сөйтіп отырған кезде ол айтады, қазір мен сіздермен арт-терапия жүргіземін деп айтуы мүмкін. И ол ата-анаға күшті естілуі мүмкін, терминмен былай айтқан кезде. Бірақ мақсатын сұрау керек ата-ана. Включенный болу деген менің ойымша сол. Қазір бар ғой, енді біздің ата-аналарға мына нәрсені айтып кете аласыз ба? Сіз жаңа негізі күшті айтып келе тұрсыз бар ғой. Маманды бағалай алады, маманға оценка бере алады. Қай маман сауатты сөйлеп тұр, қай маман сауатты сөйлеп тұрған жоқ деген сияқты. Өйткені мен, оказывается, маған сол керек екен деген жанып кету керек қой ата-ана. Маған нәрсе керек деген кезде ол айту керек, мен осы сөзді естуге келдім деген сияқты. Сондай болу керек. Өзіне бір мақсат қойған кезде басқа нәрсені мүлдем көрмей қалады ата-ана. Мысалы, менің балам мектепке бару керек деп айтып жатса, бағана мысалы, барлық ата-ананың қалауы сол, ел қатарлы бірінші сыныпқа бәрі бірдей бару керек. Ол сіздің бір мақсатыңыз болса, өкінішке орай баланың ішінде болып жатқан құбылысты сіз сезбей қаласыз. Бала оған дайын емес екенін сезбей қаласыз. Сондықтан жаңағы маманға барған кезде де баласын ата-ана жақсы таныса, баласының қабілеттерін жақсы білсе, бұл жерде ішкі сезіммен оны практикада қалай жасау керек? Саналы түрде баланың жағдайын қабылдау керек. Өзінің жоспарларын ысыра тұру керек. Кейде бізде былай, мен жұмыс жасай беремін, өмірімді тура осылай жалғастыра беремін. Әйтеуір балам емделіп, әйтеуір артымнан жүре берсін. Ақшасын төлеймін, анағанда апарам. Бірақ кейде бұл нәрсе жұмыс жасамай жатады, көбінесе жұмыс жасамайды. Мамандарға тапсырумен бітпей жатады. Демек, сіздің өзіңіздің өмірлік жоспарыңызды өзгертіп, тағдырыңызды қабылдап, балаға махаббат, мейірім сыйлау арқылы ғана мүмкін сіз осы жағдайдан шыға аласыз. Саналы түрде, жаңағы айтқым келген нәрсе,
мамандарға апарған кезде де ата-аналардың мақсаты, ойы волшебная палочка. Вот қазір мына мамам бүйтіп жібереді, бұл сөйлеп кетеді екен. Мысалы маған баламның өзіне сенімділігі өте төмен, соны маған көтеріп беріңіз деп келеді. Баланың сенімділігін көтеру үшін ең алдымен ата-ана баланы қабылдау керек, бағалау керек. Бір тұлға екенін бағалау керек. Тым құрған кезде сіз подросток балаңыз сыртта келіп, мысалы үйге кешірек келуі мүмкін балаңыз. Соған сіз өзіңіздің жаңағы қазандағы бір бейтіп атырған, бәрін жемей қалған тамақ емес, бір ыдысқа тамағыңызды бөліп қойып, балам сенің дойлаңды алып қойдым. Или тамақ бітіп қалды емес. Бұның өзі балаға өте приятный нәрсе. Сол кезде бала сыртқа ұмтылмайды, үйге ұмтылып тұрады. Үйде уют болған кезде оны адам ретінде, тұлға ретінде ата-ана қабылдап тұрған кезде самооценканы беретін осы нәрсе. Я сырттан әрине көмектесуге болады, бірақ волшебная палочка жоқ, өкінішке орай. Саналы түрде жай ғана маманның көмегін ала отырып, өзіміздің ішімізде өзгертіп, өмірімізде бір нәрселерді өзгерту арқылы ғана алдыға жылжи аламыз. Дұрыс айтасыз, иә. Жалпы былай айтқан кезде балалар күн санап емес, минут емес, секунд сайын өсіп жатыр қазіргі таңда. Біз бәріміз секунд сайын бізде жаңа нейрондар қалыптасып жатыр, немесе баяғыдағы бір клеткалар өліп жатыр деген сияқты. Сондай әртүрлі процесстер болып жатыр. Және бүгінгі подкастпен біздің айтқымыз келгені жалпы баланың алтын уақытын жоғалтуға, кетіріп алуға, босқа өткізіп алуға, өкінуге болмайды. Ата-ана тарапынан міндетті түрде белгілі бір әрекеттер болса деген мақсатта бұл жерде психологиялық тұрғыдан да жеткізіп жатырмыз. Біздің өзіміздің педагогикалық тұрғыдан да жеткізіп жатырмыз. Бірақ ата-ана түсіну керек. Әрбір бала ол міндетті түрде өзіне жаңа орта табуға, жаңа дос табуға, үйленуге, балалы шағалы болуға, бақытты өмірге лайықты. Және кім айтса да, мейлі кез келген адам, бір керемет профессор айтса да, ғұлама ғалым айтса да, бұл бала болды, енді оған көніңдер деген нәрсе, ол нәрсемен ешқашанда келісуге болмайды деп ойлаймын. Себебі неше түрлі, былай айтқан кезде ата-ананың мейірімі неше түрлі нәрселерді жасап жатыр қазір. Адамның ойына сыймайтын нәрселер жасап жатыр. Инсульт алған, микроинсульт алған балалар тұрмай қалған кезде ата-ананың тілеуі арқылы тұрып кетіп жатырған балалар бар. Мен ол нәрсені, негізі мен өзім сондай нәрсені көп көрем. Өйткені маған қызық, мен өзім мамандығым болғасын, мен әрбір балаға келген кезде бір чудоның образын қарағым келеді. Өйткені чудо ол тек ата-анаға емес, педагогтарға да керек. Кейде біз ойлаймыз, мен мысалы кейде ойлаймын, ойбай ай жаным, мен сені жақсы көріп баратырмын, менді қашан сөйлейсің, давай. Болады, ондай ситуация менде де болады. Өйткені мен айтамын, мен саған бүкіл методикамды жасап жатырмын, давай сен бір ауыз сөз айтшы маған деген сияқты. Болады сондай чувство. Сол кезде мен өзім де ойлаймын да, Құдайдан мен де тілеймін, осы балаға бір ауыз сөз шықса екен. Өйткені әрбір бала ол қандай болса да, былай айтқан кезде бар жақсыға лайықты. Бар жақсыға лайықты, және біз сол үшін ата-анаға айтамыз, бізге көмектесіңіздер, сіздер сауатты болыңыздар, сіздердің тараптарыңыздан керек, бізге ондай бізге ысырып тастап отырудың қажеті жоқ. Мысалы сізге алып келетін, мен мысалы сізге алып келетін ата-аналарды да қатты сыйлаймын. Өйткені бұл ата-аналар балаларына немқұрайлы қарамайды. Иә. Бізге алып келген ата-аналарға да мен оларға үлкен уважениемен қараймын. Өйткені біз аналар деп айта бере алмаймыз. Әкелер қазір көп алып келеді. Өйткені олар айтады, мен мына баланы уайымдаймын, менімен футбол көрсе екен, менімен бірге балыққа алып барсам екен, мен бір рет балыққа алып барып едім, суға жүгіріп кетті, қорқып кеттім деген сияқты сондай нелер болады. Оның өзі де үлкен мотивация. Өйткені ата-аналар қазір көзі ашық, алып келіп жатыр, жасап жатыр, тырысып жатыр, ізденіп жатыр. Осы подкастты көріп отырған сізде, былай айтқан кезде, мықты анасыз немесе әкесіз. Себебі осындай жеріне дейін көріп, бар ақпаратты сіңіріп отырған, балаңыздың болашағына бостан босқа құр қарамайтын аналардың бірі боласыз, былай айтқан кезде. Керемет әрекет деп жатырмыз ғой бағана. Бірақ әрекет деген нәрсені
біз жасағаннан кейін міндетті түрде бір нәтижесін күтіп жатамыз. Сол кезде өкінішке орай бір разочарование дейміз ғой, бір болмай қалды, мен жасап жатырмын деген сияқты бір үмітсіздікке түсіп кету ықтималдығы да бар. Сондықтан ата-аналарға айтқым келетін нәрсе, нәтижені Аллаға тапсырыңыз. Біздің жасай алатын нәрсеміз бұл тек қана әрекет. Әрекетсіз отыруға болмайды. Біз адам ретінде процесс дейміз ғой, әрекетті жасаймыз, нәтижені қашан болады, қалай болады, Аллаға тапсырған кезде ғана біздің күшіміз таусылмайды ешқашан. Өмір бойы әрекет етіп өтуге дайын боламыз. Сондықтан әне болады, міне болады деп емес, менің қолымнан келетін нәрсе, қолымнан келгенінше әрекет ету. Қалған іздену, әрекет ету, қолымнан келген нәрсені жасау. Ал нәтижені Аллаға тапсырамын деген кезде біздің бойымызда бір жаңағы тыныштық, жүрегімізде бір тыныштық пайда болады, және әрекет етуден біз шаршамайтын боламыз. Мүмкін 5 жыл, мүмкін 4 жыл. Бізде аналар әрекет етуден негізі шаршамайды. Бірақ олар қандай кезде шаршайды? Әрекет етуден біз шаршаймыз. Сол жағдайда, егер біздің басымызда хаос болса. Яғни бізде нақты жоспар болмайтын болса, біз қайда бара жатырғанымызды білмейтін болсақ, бізге не керек екенін білмейтін болсақ, біз қандай бағытқа кетіп бара жатырмыз, сонда мен кімнің сөзіне сенемін деген нәрсе болмаған кезде ата-анада автоматты түрде мотивацияда, өмірге деген құлшынысы, ынтасы бәрі құлайды, былай айтқан кезде. Үйіндегілерден де көмек болуы мүмкін, бірақ ол ойлауы мүмкін, мен бұл көмекті алып жатырмын, ол мен не істеймін оны деген сияқты. Сол себепті біз ата-аналарға айтамыз, міндетті түрде күнделік бастаңыздар. Әрбір аптаңызды, 7 күніңізді 7 күнге бөліңіздер. 7 күнге бөліңіздер де әрбір 7 күніңізді балаларыңызбен бір жоспарлап қойыңыздар. Бүгін біздер мысалы сурет саламыз. Сурет салу деген сөз ол яғни тек карандашпен салу емес. Мысалы карандашпен салғысы келмесе қолмен салсын. Қолмен салғысы келмесе аяғымен салсын. Қажет болса онда былай мақта таяқшалармен салсын. Мүмкін білмеймін, араластырғысы келеді ма деген секілді. Бірақ екінші күні ол сурет салуды балаға беруге болмайды. Өйткені бала бірден оның мотивациясы жойылады бұл жерде баланың. Сол себепті екінші күнге мысалы балшықпен жұмыс жасау, сумен әрекет ету. Солай 7 күнге ата-ана бөледі де, сосын қайтадан понедельниктен, яғни дүйсенбіден бастап қайтадан сурет салуға келеді. Сонда бала бітпей қалған жаңағы гештальт дейді ма сіздерде? Гештальт жабылмай қалған кезде бала қайтадан ынталанып соны жасағысы келеді, былай айтқан кезде. Кейде ата-аналар бір нәрсені, бір сарынды ойынды, бір сарынды ойыншықты бере береді балаларға. Соның әсерінен балада мотивация құлайды. Сосын айтады, менімен жұмыс жасағысы келмейді, ол ойыншықтан жалықты. Негізі ойыншықты алып берген күні, онымен бір күн ойнау керек те, 3 күн как минимум ойнамау керек. Микрофон алып берсе, мысалы, сөйлесін деген мақсатта микрофон алып береді бізде ата-аналар көбінесе. Ал микрофон ойыншыққа айналып кететін болса, онда бала келесіде ойнамайды онымен. Оның оған деген мотивациясы болмайды, былай айтқан кезде. Сол үшін мен ойлаймын, ата-аналарға қазіргі таңда ең үлкен керек нәрсе өздеріне жоспар құру, бір белгілі бір мақсат қою, бірақ ол жаңағыдай мақсат аспанға секіріп кетпеу деген секілді. Бізде бірінші этаждан ата-аналар кейде 5-ші этажға секіргісі келеді. Біз түсіндіреміз, сіздер оған жайлап барасыздар, мүмкін құлайсыздар ол жерде. Сосын бірақ тұрасыздар да қайтадан ары қарай барасыздар деген сияқты. Ондай осы жолда сіздерді демеп жіберетін мүмкін мамандар болуы мүмкін, сіз болуы мүмкінсіз, ол жерде мен болуы мүмкін, бірақ қолыстасып сіз екеуіңіз 5-ші этажға барасыздар бәрібір де. Мүмкін үшеуіңіз. Егер ата-ана әке қосылған болса, ол өте керемет. Ол вообще күшті. Бірақ әке қосылмаған болса, оған да ренжудің қажеті жоқ. Ол жай ғана екеуіңіз қолыстасып 5-ші этажға шығасыздар, былай айтқан кезде. Жалпы психологтың да міндеті сол. Әсіресе осындай қиын балалар дүниеге келген кезде, немесе осындай бұзылысы бар балалар деп айтып жатырсыз, ата-ананың қарым-қатынасы бұзылып жатады. Кейде әкелер қабылдамай жатады, екеуі бір-бірін кінәлап жатады. Психологтың міндеті осы кезде сіздердің қарым-қатынастарыңызды жаңағы әрі қарай итермелеу, өзіңіздің орныңызды тауып беру сол жерде, жалпы тағдырды қабылдауды үйрету. Сол кезде сіздің ішіңізді, жан дүниеңізде бір қабылдау болған кезде,
барлық ситуацияға жеңіл қарайсыз. Сондықтан мамандардың көмегі осындай. Басқы энергия, бастапқы жаңағы Мотор. стимул, мотор ол ата-ана, бірақ оның көмекшісі әрине мамандар. Дұрыс айтасыз. Құрметті көрермендер, біздің подкастымыз аяқталуға жақындады. Мөлдір ханым, сізге біз табыс тілейміз, және көптеген нәтижелер тілейміз. Біздің елімізде шыны керек балалар психологы деген нақты тек қана балалар психологиясымен жұмыс жасайтын мамандар өте аз. Әрине психологтар өте көп, бірақ оның ішінде бізге, жеке маған тапшы ол балалар психологы. Себебі біздер түсіну керекпіз баланың психологиясын. Былай айтқан кезде бала психологиясын қолға алған адам ол батыр адам. Себебі ересекпен жұмыс жасау ол былай айтқан кезде жеңілірек болады. Себебі баланың психологиясымен жұмыс жасау ол өте ауыр. Ол бала түсінуі мүмкін, ол түсінбеуі мүмкін, оған ол ойын болып көрінуі мүмкін, оған ол нәрсені ол қабылдамауы мүмкін деген сияқты. Ал оған жасалатын іс-әрекеттердің өзі, оның өзі үлкен еңбек. Себебі біз балалармен жұмыс жасап отырғандықтан оны біз өте жақсы білеміз және сізді түсінеміз. Ересектер тұтықпамен келсе, біз олармен қуанып жұмыс жасаймыз. Бірақ балалар келсе, біздер әрине қуанып жұмыс жасаймыз. Бірақ біз түсінеміз. Өйткені ол біріншіден бала, екіншіден оған ол процесс түсініксіз, үшіншіден оған белгілі бір әдісті оған енгізу, оған түсіндіру ол өте үлкен жұмысты, былай айтқан кезде қайратты талап етеді. Сол себепті сізге біз жұмысыңызға біз жақсылық тілейміз және шаршамаңыз, талмаңыз, өзіңіздің денсаулығыңыз мықты болсын. Себебі ресурста болған маман ол кез келген балаға көмектесе алады, кез келген анаға көмектесе алады. Сізге көп-көп рахмет, уақытыңызды арнап бізге келгеніңіз үшін. Сізге де рахмет, Гүлсара ханым. Былай енді азды көп қарап жүремін, жұмыстарыңызды қарап жүремін. Жас мамандардың осындай керемет маман иесі болу өте қуантарлық жағдай шынымен. Баламен жұмыс жасау, үлкен адам келіп өзінің проблемасын айта алады, өзінің ішіндегі дертін түсіндіре алады. Бірақ бала өйтіп отырып өзінің ішіндегі дертін түсіндіре алмайды. Біз оны әртүрлі методикамен өзіміз біліп, бағытын балаға беруіміз керек, ата-анаға да түсіндіруіміз керек. Сондықтан баланың жанын түсіну өте маңызды деп айтқым келеді. Ең бірінші нәрсе мейірім мен махаббатпен тәрбиелеу. Барлық адам, абсолютно дүниеге келген барлық адам осы мейірім мен махаббатқа зәру. Ақшаға емес, киімге емес, жақсы мектептерге емес, ата-анасының мейіріміне зәру деп айтқым келеді. Сондықтан ата-аналардың барлығына баланы жақсы көруді, мейіріммен қалауды тілеймін. Ол біздің болашағымыз. Тек қана ата-аналар емес, қоғам болып, сіз болып, біз болып, жалпы қоғам болып, балаларымызды жақсы көрсек, болашағымыз жақсы болады деп үміттенемін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге де көп-көп рахмет. Балаларыңыздың болашағына бүгіннен бастап кірісіңіздер, бүгіннен бастап жұмыс жасаңыздар. Енді біздер барлық жерде айтып жатырмыз, оны біздер айта береміз де әлі күнге дейін. Себебі біздің Қазақстанның болашағы ол қазіргі таңда сіздің үйіңізде тәрбиеленіп жатырған кішкентай сәбиіңіз, сіздің балаңыз, олар өседі, өнеді, біздің елімізге белгілі бір үлесін қосады. Ал ол баланың тұлға болып қалыптасуына сіздер үлестеріңізді қосасыздар. Сол себепті балаларыңызға қызығыңыздар, балаларыңызбен айналысыңыздар, оны зерттеңіздер, онымен бірге сауатты жұмысты бастаңыздар. Рахмет сіздерге.